Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше, дәмді, тура дүкендегідей болып шығатын батоннан рецептімен бөлісетін боламын. Сіз де дәл осылай үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Осылай ортасын кішкене ашып, біраз қасық тұзымызды толтырмай, және бір ас қасық қантымызды салып, кішкене толтырмай ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, үстінен жылы суымызды құйып, қасықтың көмегімен осылай араластыратын боламыз. Оның үстінен тағы да 4 ас қасық сұйық майымызды құятын боламыз. Құйып, енді қолдың көмегімен жақсылап қамырды илеп дайындаймыз. Илеп болғаннан соң аузын жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағаттан соң осылай көтеріліп, ашып шығатын болады. Енді осыны теңдей 2 бөлікке бөлетін боламыз. Осылай бөліп, тағы да 15 минутқа бетін жауып, кішкене тағы да көтерілгенше қоятын боламыз. Осылай ұнымызды сеуіп, дәл осы видеодағыдай ішке қарай орау арқылы ортасын басудың қажеті жоқ. Тек 2 шетін ғана осылай қолдың көмегімен жаятын боламыз. Дәл осындай формаға келтіріп, екеуінде тапамыздың үстіне сұйық майымызды және кішкене ұнымызды сеуіп, осылай бетін осылай пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Екеуінде дәл осылай бетін жауып, тағы да 15 минутқа қоятын боламыз. 15 минуттан соң осылай тағы да кішкене көтерілетін болады. Ешқандай жұмыртқа жағудың қажеті жоқ. Дәл осылай сәндік әдемілік үшін кішкене осылай ұн себетін боламыз бетіне. 200 градусқа 35-40 минутқа пісіріп алатын боламыз. Сізде үй жағдайында дәл осылай дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Достар, видеом ұнаса, парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Дайындап көріңіздер, ас болсын.